Magazine кірдім. Басқа жақтың адамдарына 170 теңге, өздерінің адамдарына 50 теңге. Продукттың бәрі сондай. Базар жоқ. Шет жақтан келген адамдарға басқаша, өздерінің халықтарына басқа баға. Короче, рыноктан 30-40% арзан ғой. Кейде 50, кейде 100%. Халықтың түсінігі мүлдем бөлек қой. Мына жерде қанша орын тұр, парковать етпейді. Ана жаққа парковать етіп, магазинге кіріп жатыр. Неміс сияқты ма адамдардың мінездері. Енді ал бөлеге айта алмаймын. Короче, телефон бере алмай тұр, көзбен жеткізіп айта алмаймын. Аккуратность, бәрі задумно. Майы. Қазақстан емес сияқты. Домдар, алдына гараж, тура осында бір этаждық соқ болған. Жер үйлер енді біріш. Майы. Короче, шарбақ, марбақ, іштенке жоқ. Жер үйлер кәм бір-бірімен жалғасып жатыр. Гараждар алдарында тұр. Шырша, бүкіл жерге шырша еккен. Свет, тротуар. Мына гараждар. Каждый домның алдында өзінің несі бар, гаражы бар. Екі этажды домдар. Парк сияқты, балдарға сырғанайтын ойын алаңдары. Жер үйлер. Короче, көзбен біраз арладым телефонмен. Білмеймін, әкімі қалай жұмыс істеп жатыр, қалай тірлік істеп жатыр. Неге басқа ауылдар бұлай істемеске? Өнеркәсіпте қатты дамыған сияқты. Қазақ ұлтын таппадымша, сөйлесейін деп. Қалай бүйтіп дамып кеткесіңдер деп. Короче, мына жақтың бәрі заводтың түр-түрі бар дейді, бізде бір орысқа айтады енді. Короче, нан шығаратын, сүт өнімдері, сабын, тап. В общем, 60-70% өзімізден шығатын дүние дейді. Бидайымыз бар, пәленбай мың гектар дейді. В общем, астық өнімдер, андай поляға дәрі шашатын самолеттер.